Сәлеметсіңдер ме 10-шы сынып оқушылары? Бұл видеода БЖБ бойынша қалай жазамыз, қандай сұрақтар болады, яғни инструкциясын айтатын боламын. Балалар, бізде БЖБ Teams бағдарламасының ішінде задание бөліміне кіресіңдер. Задание бөлімінде 10-шы сынып БЖБ деп шығып тұрады. Міне, информатика пәнінен БЖБ тапсырмасы 10-шы сынып. Балалар, сендерде бұл шығуы үшін міндетті түрде сынып жетекшілерің берген логин парольдермен қосылу керексіңдер. Басқа өздерің ашқан логин парольмен кірсеңдер, задание бөлімінде бұл тапсырма тұрмайды. Сендер солай БЖБ орындай алмай қалулары мүмкін. Сол үшін бүгін қарап, кіріп, логин парольдермен дайындап қойыңдар. Жақсы, ары қарай кеттік. Осыны шертеміз. Міне, Microsoft Forms'ты ашамыз. Жалпы, балалар, бізде 5 сұрақ, 12 ұпай. Әр сұрақта, міне, қанша балдан берілетіні жазылып тұр. Көбімізде телефон болғандықтан, мобильный телефон версиясында қалай көрінеді, соны қарайық. Ал балалар, ескертуді оқимыз. БЖБ жауаптары сағат 11:05-ке дейін ғана қабылданады. Бірінші сұрақ, желі дегеніміз не? Мұнда бір сөйлеммен немесе екі сөйлеммен анықтамасын жазасыңдар. Қатесі жазамыз. Келесі сұрақ, серверге тән функцияларды белгіле. Сервер және клиент деген бар бізде, желіде. Сол серверге тән функциялары мына жауаптардың ішінде қайсысы? Балалар, мұнда назар аударамыз, бірнеше дұрыс жауап бар деп тұр. Демек, 2 немесе 3 жауапты біз белгілеу керекпіз. Келесі сұрақ, төменде берілген санның ондық санау жүйесіндегі мәнін жазыңыз. Міне, төменде бізде 16-лық санау жүйесінде 1 С деген сан берілген. Ондық санау жүйесіне өткізесіңдер, мұнда сол санды жазасыңдар. Ары қарай кеттік. IP адрес түрлерін өзара сәйкестендір. Ішкі IP адрес, бұған қайсысы келеді? Сұр мысалы. Келесі, тұрақты IP адрес қайсысы? Ары қарай, домен атауы. Міне, әрқайсысын осылай белгілейсіңдер. Бұл сұрағымыз осылай аяқталады. Келесі, өзгерткілерін кесе қайтадан мынау стрелканы бассаңдар, ашылады, өзгерте бересіңдер. Келесі, пікірлердің берілген мәндері бойынша, міне бізде пікірлер А, Б, С пікірлері берілген. Осыған қараймыз, мынау логикалық операцияны есептейміз. Ақиқат шыға ма, жалған шыға ма? Мына келесі екінші логикалық операцияны есептейміз, мәндер бойынша. Ақиқат шыға ма, жалған шыға ма? Мысалы, мынадан жалған, мынадан да жалған шықса, жалған деген нұсқаны белгілейсіңдер. Барлығын орындап, дұрыстап, тексеріп болғаннан кейін отправить батырмасын басасыңдар. Бірден маған жауаптарын келіп түседі. Мен тексеріп балдарымды қоямын, балалар. Сосын ескеретін жағдай, балалар, бір оқушы бір-ақ рет орындай алады. Бір рет осының барлығын орындап, отправить батырмасын басқаннан кейін жауаптарың келеді. Екінші рет система сендерге орындауға мүмкіндік бермейді. Сондықтан мұқият болыңдар. Уақыттан кешікпейміз, ең бастысы, өйткені осы уақыттан кейін сендерде мүлдем бал жинауға, БЖБ-ны орындауға мүмкіндік болмайды. Барлығыңа сәттілік.